Баршаңызға сәлем. Мен бүгін осындай витаминге бай әрі тойымды болатын жеміс салатын жасайтын боламын. Ол үшін бізге алма, банан, анар, апельсин және ананас қажет болады. Барлығын жуып, тазалап, осылай турап шығатын боламыз. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Каналымда түрлі рецепттер бар, кіріп қарап шықсаңыздар болады. Алдағы уақытта да түрлі рецепттер, пайдалы және дәмді рецепттер салатын боламын. Бұл салатқа өзіңізге ұнаған кез келген жемістің түрлерін қолдана берсеңіздер болады. Қатып қалған заңдылық жоқ. Уақытты көп алмайды, ең тез дайын болатын салаттардың бірі. Апельсинімізді осылай қабығын толықтай аршып, турап шығамыз. Анарды мен бірге араластырдым, немесе бетіне сеуіп қойсаңыздар да болады, барлығы дайын болғаннан кейін. Енді қаймақ және қоюлатылған сүт, яғни сгущенка екеуін араластырып қосатын боламыз. Бұл жерде йогурт емес, дәл осылай мен сияқты жасасаңыздар өте дәмді, ерекше шығады және суланып, суы бөлек шығып кетпейді. Мен бетіне бұның әдемілік үшін және дәмі үшін осылай шоколад үгіттім. Өте дәмді, ерекше, кез келген дастарханның сәнін келтіреді. Олай болса жасап көріңіздер.